Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Кел, балалар, оқылық». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Давайте, дети, учиться». Жаңа сөздер, новые слова. Шырақ, свет, свеча. Ықылас, желание. Ескерткіш, памятник. Тағы да бір қайталап шығайық. Повторим еще раз. Шырақ, свет, свеча. Ықылас, желание. Ескерткіш, памятник. Жалғауларды қайталап шығайық. Повторим окончание. Менің тілегенім, сенің тілегенің, сіздің тілегеніңіз, оның тілегені. Оқып қайталап шығыңдар. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Кел, балалар, оқылық. Ыбырай Алтынсариннің Қостанай облысы Жанкелді ауданы Торғай ауылындағы ескерткіші. Қайталап, оқып шығыңдар. Жазылым. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Второе задание письменное. Вместо многоточия нужно поставить правильное окончание. Например, в первом предложении. Менің тілегенім. Окончание «м». Оқылым. Үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Прочитайте выразительно и выучить. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Ыбырай Алтынсарин. Жазылым. Письменная работа. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Четвертое задание. Вместо многоточия нужно поставить правильное окончание, которые даны внизу. Мен, лар, ның, те. Например, в первом предложении. Бірінші сөйлемді қарастырайық. Кел, балалар, оқылық. Лар деген жалғауды жалғаймыз. Арғарай солай жалғастырасыңдар. Айтылым. Устная работа. Бесінші тапсырма. Сурет бойынша мәтін құра. Пятое задание. По картинке нужно составить текст. Тапсырма. Домашнее задание. Елу үшінші бет. Үшінші тапсырма. Өлеңді жаттау. На 53 странице. Третье задание. Выучить стих. Второе. Екінші. Жаңа сөздерді жаттау. И еще выучить новые слова. Давайте еще раз повторим. Қайталап шығайық. Шырақ, свет, свеча. Ықылас, желание. Ескерткіш, памятник. Есте сақта, запомни. Мен кел, балалар, оқылық өлеңін жаттадым. Я выучил стих «Давайте, дети, учиться». Ыбырай Алтынсарин бұл өлеңінде балаларды оқуға шақырған. В этом стихотворении Ыбырай Алтынсарин призывал всех детей, чтобы они учились. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.